Кезек эми жол жээгинде келип жетти. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 12 сентябрь 2021 жыл, вторник, Бишкек. Биз көрсөтүүнү баштайлы. Биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Honda Odyssey 2002 жылкы 2.3 газ бензин. Баасы $4800. Кандай вложениясы бар? Кандай вложениясы бар? Звук тазартып койсоң. Жакшы угулай калып атат. Анын ичинде сразу айдай береби? Полировка. Пластика. Мотор коробкасында жумуш жок. Канча болот болушу? Болушу 4,5. Болушу 4,5 дейт. Задний камерасы бар. Газ бензин, үстүндө багажниги дагы бар экен. 4,5 болушу дейт. Бизде ушу комментарийде пассажирский спринтерде арзан баада чыгып калса тартып кой деп сурагандар болду эле. 99-жылкы 2.9 Тидай. Мотору Rexoндук экен. $4200. $4200 азыр боло турган баасын сурайын десем береси жок болуп атат. Toyota Harrier Абхазиядан келген, кара түстө. Дөңгөлөктөрү ушундай литий дискада турат. Сатам же алмашам дейт. Баасы $9000. 2005 жылкы. Ушул эки номерге байланышка чыгасыздар. Отуруштары кара түстө кожа. Кузуунда жумушу жок. 2005 жылкы. Passat B3 универсал 91 жылкы 1.8 моно 145 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Анын жанында Toyota Avensis универсал 2004 жылкы, көлөмү 2 турбо дизель. Бир хозяин экен, баасы $3900. Турбо дизель. Биякта Honda Fit автоунасы кызыл түстө. 2003 жылкы, көлөмү 1.3 вариатор. $4400 кызыл түстө. Бул жакта Honda Stream ак түстө. 2003 жылкы, көлөмү 2 газ бензин. Мотору турбосуна басылган. Канчада боласыз? 4,5. Mazda Atenza правый жыл 2002 жылкы, көлөмү 2.3, баасы $3500. Достор, бул жерде Toyota Camry автоунасы срочно тез арада сатылат дейт. 290 000 километр жүргөн, жыл 2002-4. $7000 коробкасы автомат. Үстүндө люк бар. Азыр эси бир нерсе деп окшойт. Түшүнбөй калдык. Кандай дейсиз? Пробег канчалык калды? 240 000 километр жүргөн. Канча болот эми болушу? Болушу 6-5 кылды, бирок бербейм, 6-8 болушу. Болушу 6-8 дейт, 6-5ке бербей коюптур. 200 000 километр жүргөн. Эки номери бар. Срочно тез арада сатылат, акча керек дейт.
3.2 объемный Mercedes 124 автомобилі тез арада өте срочно сатылады екен. Коробкасы механика 230 мың сом. 3.2 93 жылғы. Honda Odyssey 2003 жылғы 2.3 $4200. Golf 4 автонасы 2002 жылғы коробкасы механика өте жақсы, срочно сатамын деді. $2600 алсаңар жырғайсыңар деді. Бұның бірақ алсаңар жырғайсыңар дегенменен есі дағы, өзі дағы жоқ, номері дағы жоқ. Таң қалышты. Mazda 323 2003 жылғы көлемі 1.6 285 мың сом. Кузов жақсы екен, қызыл түсті. Обалы жақсы, 285 мың сом дейді. Бұның жанына дағы бір Mercedes 124 қара түсті. 94 жылғы коробкасы механика 260 мың сом. Көлемі 2. Коробка механика. Honda Civic 2001 жылғы көлемі 1.5 автомат 250 мың километр жүрген, басы $3950. Mazda Demio автонасы Россиядан келген, номер учеты Россия 2002 жылғы көлемі 1.3, коробка автомат, компрессор без вложения 260 мың сом. Ondan кейін дағы бір жақшы абалда Honda Odyssey Absolute күміш түсті. 2002 жылғы 300 мың километр жүрген, басы $5000, көлемі 2.3. Алдыңғы бамперінде біраз жұмыс бар екен, қалған жақтары жақсы, басы $5000 дейді. Қызыл түсті Toyota Mark 2 автонасы 96 жылғы көлемі 2.5, коробкасы автомат. Басы қанша олдады? Цена какая? 260 адам. 260 мың сом. Что, какие вложения есть на данный момент? Вложение вот дверные карты сделать. И гидрач чуть-чуть бежит. А так мотор, коробка нормальный, да? Идеально. Мотор, коробка. Мотор, коробкасы жақсы. Насос жақтарында жұмысы бар дейді. Бұл жерде қара түсті 124 Mercedes 95 жылғы көлемі 2.2 литр бензин дейді. Бұл есі жоқ қой. Коробкасы автомат, есі жоқ болады. Өзі негізі машина жақсы. Басы қанша болады, қайсы номерге çalış керек деген сұрауларға жауап алыш керекілі. Сіздердікі қанша болады басы? 3.6. Клиенттер қайсы номерге çalış керек? 501. Ушу Passat'tan номерге çalsa олады? Аз ушу Passat'tan қанша тартып кетейін мұнда. Passat B3 универсал. Ушу Passat'тағы номерге çalасыздар, ушу Мерс бойынша. Басы $2300, 195 мың километр жүрген. Ушул Мерстің номері. Дағы бір Mazda Atenza автонасы 2003 жылғы. Көлемі 2, 210 мың километр жүрген. Басы 280 мың сом. Үстінде люк тағы бар, дөңгелектері қышқы. Kuzunda biraz жұмысы бар екен. Алдыңғы бамперінде, крылосында жұмыстары бар.
Биздин кечки базарды көрсөтүү чыгарышыбыз аягынан чыкты. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, видеолорубуз жак калмаса, анда сөзсүз түрдө лайк басып койгонду унутпаңыздар. Биз кийинки чыгарышта сиздер менен жолугушабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.